Саламатсыздарбы құрметті әріптестер, мына жерде сіздердің сынып жетекшілерге алатын есеп, әр сынып жетекші өзінің сыныбының үлгерімін, белсенділігі және күн бойынша журналда кім қандай оқушы қандай баға алып жатыр, кім қатысып жатыр, соның барлығын көре алу мүмкіндігіне ие. Енді үлгерім дегенді басатын болсаңыздар, сынып жетекшілер, мына жерден жаңа терезе ашылады. Бұл жаңа терезе бойынша сізге не көрсетеді? Үлгерім сынып жетекші дейді. Яғни бүгінгі күнді жазады. Есепті құрастыру бөлімін қарасаңыздар, 3-ші тоқсанның әр оқушының алып жатқан бағалық үлгерімдері шығады. Яғни мына 11-ші сыныптың сынып жетекшісі Ильясова Жайна апайдың оқушыларына қойылып жатқан баға. Яғни осы жерде кім қандай жағдайда жалпы бағаның орташа мәні шығып тұрады. Қай пәннен қандай деңгейде бала көрсеткіш көрсетіп жатыр. Бұл үлгерім бойынша. Ал енді қасында белсенділік деген бар. Яғни оқушы ол үшін сол күнделікті кезекке күнделікті кіру керек. Мынау күн бойынша журнал дегенді сіздер қарап көре аласыздар. Бұл бойынша оқушы бүгінгі сабақтан алған бағаларын көре алады. Мысалы, бүгінгі әлі қойылған жоқ. Кешегі күнді ашамыз және 26 күнгі кестені қарап көреміз. Так. жиырма төрті күні әртүрлі типтегі есептегі деген вариатив сабақтан кімдер сабаққа қатысқан, мына жерде қатыспаған көре аламыз. Және 5-ші сабақта орыс тілі пәнінен кім 5 алды, кім жоқтама алды, кім 3 алды, мына толық бағалар көрсетілген. Яғни сынып жетекші осы сыныбының қандай жағдайда баға алып жатыр, қандай жағдайда көрсеткіш көрсетіп жатыр, жалпы хабарын біле алады. Жалпы осы